бұл түш алам башкача bir аламда бұл да. Түш кейде Алладан, кейде шайтандан, кейде шында периштеден, то есть кейде нәпсіден келеді да, аралашып. Түштері жөнөкөй емес. Пайғамбарымызға пайғамбаршылық берілерден бұрда 6 ай түш көрген. Түшінде емнені көрсе, өңінде ошоны көріп тұрған да. Андан кейін анан пайғамбаршылық келген. Юсуп пайғамбар түш көрген. Айды, күнді, 11 жылдызды сәжда қылып атқан көрген. Юсуп пайғамбар кичинекей кезінде 6-7 жашар кезінде 6 жашар кішігейді. Ай сәжда қылып атыптыр. Күн сәжда қылып атыптыр. 11 жылдыз сәжда қылып атыптыр. Аллаху акбар. Атасы пайғамбар эле, Яқуб пайғамбар оның бардығын түштің жорылысын білет эле. Айды, бұл күн сәжда қылып атқаны күн ким? Ата. Ай ким? Эне. 11 ким? Жылдыз бір туғаны, 11 бір туғаны. Эми Юсуп пайғамбар Аллах ушундай макам берет, бадыша кылат. Барды атасы да сыйлайт, енесі да сыйлайт. 11 бір туғаны сыйлайт, ушундай бір күн келеткен түшүнүн жорулуусу. Бадыша да түш көргөн эле да. 7 уй, ачка уй, 7 арык уй, 7 семиз уйду жеп аткан. Бул түштүн жорулуусу эмне деди да? Эч ким чече албай койгон. Юсуп пайгамбар чечмелеп берген. Биринчи 7 жыл молду жыл болот, андан кийин 7 жыл ачарчылык, каатчылык болот деген. Уйку дагы вот өлүмдүн агасы да. Ушудан эле сабак алса болот. Ошон үчүн биз турганда, көзү ачып турганда, Алхамдулиллахиллади ахяна бa'дама аматана ва илейхин нушур деп дуа окуйбуз да. Бардык мактоо Аллага болсун. Бизди тирилтти өлгөндөн кийин дейт. Кара сөздү. Ахяна бa'дама аматана. Бизди өлтүргөндөн кийин эми Алла Таала бизди тирилтти.